Ерекше, өзгеше борсық аңыз бірінші бөлім. Ерте заманда жападан жалғыз күнелткен бір шал болыпты. Ол шөп күркені паналап, қақпан салып жанын бағыпты. Қақпанға арам ет түссе сатып, адал ет түссе қорек етіп күн өткізіпті. Содан бір күні құрып қойған қақпанына жетіп барса, адам жеркенерліктей бір қотыр борсық түсіп қалыпты. Шал мұны көріп, арам еті болса да сау болсашы, деп Құдайға налып, қақпандағы борсықты тұмсыққа ұрып сілейтіп, лақтырып жібермек болып, қолындағы таяқты көтере бергенде борсыққа кенет тіл бітіп, «Ата, мені ұрмаңыз, қақпаннан мені босатыңыз», депті. Сонда шал бұған қатты таңырқап, әнтек тұрып қапты да әлден уақыттан кейін рахымы түсіп борсықты қақпаннан босатыпты. Есін жиған қотыр борсық шалдың барлық жай жапсарын сұрап ұғып алыпты да: «Мен сізге бала болайын, күркеңізге бастаңыз, бірлікте жамбағайық», депті. Содан бұлар шүйіркелесіп әмпей-жәмпей күн кешіріпті. Бір күні борсық шалға: «Сіз бағынған ханның аты кім болады?» деп сұрапты. «Ханымыздың аты Әшім», депті шал. «Менің хан қызымен үйленгім келеді, ханға барып құдаласып келсеңіз игі еді». «Балам-ау, сенің түрің мынау, адам сиқың жоқ мақұлықсың. Менің түрім мынау алба-жұлба қайыршы, хан алдына неден барам не алмай». «Ата, сіз ханға барып жалғыз ұлым бар еді, қызыңызға құда түссем деп келдім деңіз. Басқа ешқандай сөз қоспаңыз. Ал ханның сөзін ұмытпай қаз қалпында маған айтып келіңіз», депті. Шал баласының осы айтқаны бойынша хан ордасына сапар шегіп, арып шаршап жүріп, ордаға келіпті. Ордаға кіру де оңай түспейді екен. Уәзірлерінен рұқсат сұрап, хан алдына жетіп, қол қусырып, тәжім етіп, жер бауырлап жатып алыпты. Сонда хан: «Айт шаруаңды, көтер басыңды», депті. Сонда шал: «Тақсыр, айыпқа бұйырмаңыз, ойымдағы сөзімді айтайын. Зарығып жүріп әрең көрген жалғыз ұлым бар еді. Естуімше сізде бір бойжеткен қыз бар екен. Құдай қосса, құда болсақ деп келдім алдыңызға», депті. Тәкаппар хан шалдың үсті басына әбден көз жүгіртіп алып, менсінбеген пішінде: «Құда болсақ болайық, шарт мынау, есігімнің алдына алтыннан сарай, күмістен көл орнатып бер. Қалыңға өрісіме сыймайтын мал әкеп бересің. Сонда қызымды беремін. Егер оның біреуі кем болса, басыңды аламын», депті. Шал мақұл деп тайып кетіпті. Жүре шөп күркесіне келсе, қотыр борсық ыстықта көлеңкелеп жатқан екен. Шал болған уақиғаны бастан аяқ түк қалдырмай сөйлеп келіп, хан салған қалың малы үшін «Өш ұйықтасам түсіме кірген емес» деп қорқыныш үрей білдіргенде борсық аспай-саспай: «Ата, қорықпаңыз. Сіз енді 3 күннен кейін ханға қайта бір барыңыз. Ол сізге сонда не деп жауап айтар екен?» депті. Шал: «Мен ханның алдына не деп барамын? Ол салған қалыңның бірінде апармасам, менің басымды алғаннан басқа іс жоқ қой», деп зар езеп болыпты. Оған борсық көнбестен қоярда қоймай, ақыры шалды мақұлға келтіріп жолға салыпты.